Сәлем оқырмандарым, бүгін сіздермен отбасының сүйікті салаты фунчоза салатын бірге дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен қызып тұрған табамызға май құйып, туралған жуамызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Сосын туралған етімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Дәміне көре тұз саламыз. Етіміз жұмсап пісу үшін кішкене тұз құйып, бетін жауып, 10 минутқа демдеп қоямыз. Қайнап тұрған суымызға фунчоза қамырын салып, қақпағын жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Фунчоза қамырының ең жіңішкесін таңдаңыздар, сонда салат әдемі болып шығады. Етіміз үстіне ұзын шалып туралған балғын болгар бұрышын қосып, бір айналдырып, салатқа қосамыз. Балғын болгар бұрышын көп қуырмаңыздар, әйтпесе езіліп кетеді. Дайын болған қамырымызды да мұздай суда жақсылап жуып алыңыздар. Салатымызға салынатын заттардың бәрін бір жерге жинаймыз. Теркадан өткізілген сәбі, ұзынша етіп туралған қияр қызанақ. Қызанақтың тек қана қатты жерін тураймыз. Майда етіп туралған укроп, кинза қосамыз. Дәмдеуіштерден паприка, қызыл бұрыш, соя, тұз және теркадан өткізілген чеснокты қосып араластырамыз. Негізі балғын болгар бұрышының орнына түрлі түсті светофордан турасаңыздар, салат өте әдемі шығады. Байқасаңыздар, осы салаттың еті астына түсіп кете береді. Сол үшін мен үлкен етіп турадым етті. Салатымыз дайын болды. Енді ыдыстарға салып, дастарханға ұсына берсек болады. Рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны сақтап алып, сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған қаламқас ас болсын.